Сәлем достар, сіздермен бірге Жансая. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте дәмді сырный суп дайындаймыз. Ол үшін бізге тауық еті, плавленный сыр, картоп, сәбіз, пияз және макарон қажет. Алдымен суға тауығымызды салып, қайнатып аламыз. Дәміне қарай тұз саласыздар. Кейін пиязды майдалап турап аласыздар. Сәбізімізді үккіштен өткізіп аламыз. Суымыз қайнап қалған кезде сорпаның бетіндегі көбіктерді алып тастаймыз. Кейін картоптарыңызды төрт бұрышты етіп турап аласыздар. Қызып тұрған табаға сұйық май құйып, сәбіз бен пиязды жақсылап қуырып аламыз. Етіміз піскен соң ұсақтап турап алып, қайта сорпамызға саламыз. Оның үстінен қуырылған сәбіз бен пиязымызды саламыз. Араластырып аласыздар. Кейін картопты саламыз. Қалауларыңыз бойынша макарон қосасыздар. Картоптарымыз пісіп қалған кезде плавленый сырды қосып жақсылап араластырамыз. Осымен біздің сырный супымыз дайын. Сіздерге дайындауға кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.